Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге 3 дана жұмыртқадан сүтсіз, майсыз және де айрансыз жасалатын шарлотканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі сіздер менің YouTube парақшама тіркелуді, лайк басуды және қоңырау жолынан басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай 3 дана жұмыртқамыздың сыртын жақсылап жуып алып, ыдысымызға жарып алатын боламыз. Егерде пирогыңыз үлкен болған қаласаңыз, сіздер 6 дана жұмыртқаны қолдансаңыздар да болады. Жаңағы 3 дана жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай. Келесі кезекте жаңағы жұмыртқаның үстіне жарты кесе қант, яғни жарты кесенің ішінде бізде 10 қасық қант бар. Соны қосып, жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде жұмыртқа мен қант жақсылап араласуы қажет, яғни осындай аппақ көбік болғанша араластырылады. Аппақ көбік болуы бізге өте қатты маңызды. Келесі кезекте біз осындай қопсытқыш, яғни разрыхитель қосатын боламыз. Кішкене болсын біздің пирогымыз көтерілу үшін және де хош иіс беру үшін. Және де жарты кесе ұнымыздың ішінде бізде 10 қасық ұн бар, осыны бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз. Себебі біз жақсы араласуы қиын болып кетеді, барлығын бірден салатын болсақ, сондықтан да бөліп салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай миксермен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте жаңағы қалған жарты ұнымызды саламыз. Және оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның бізде електен өткізілуі қажет. Ол өте маңызды пирогтың жақсы көтерілуі үшін. Келесі кезекте мен 1 дана алманы қолданған болатынмын. 1 дана алманы 4-ке бөліп аламыз оны. Кішкентай 4 бөлігінің 1 бөлігін алып қоямыз. Бетіне қажет болады, ал қалған 3 бөлігін майда осы видеода көрсетілгендей етіп 4 бұрышты етіп турап аламыз. Яғни біз оны тестасының арасына қолданатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе мейіз қолдансаңыздар да болады. Немесе макты да қолдансаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Міне туралған алмаларымызды тестамызға саламыз. Келесі кезекте қасығымызды алып, қасығымыз құрғақ болу қажет. Осылай жақсылап тұрып біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап араласып жатыр барлығы. Келесі формамызға салып аламыз да, жаңағы 1 бөліктен қалған алманы бетіне осылай әсемдік ретінде қолдансаңыздар да болады. Дәл осы алманың жаңағы қоймай тұрып, оның астына макты да сеуіп жіберуге болады. Келесі кезекте қызып тұрған печкамызға 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің шарлотка пирогымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай сәл суытып аламыз. Суыған шарлотка пирогымызды тарелкемізге салып алатын боламыз. Мен бетіне осындай сахарная пудра, яғни қант ұнтағын қолданған болатынмын. Міне осылай қолдансаңыздар да болады сіздер қант ұнтағын. Дәмі өте керемет болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Міне арасы осылай болып піседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай арасының барлығы піскен. Жасап көріңіздер, міндетті түрде 1 жасағаннан ақ шығатын дәмді алма пирогымыз.